келесі кіргіз. Сен маған тақалмай жүр сосын, түсіндің бе? Багажы бар екен. Бірінші багажын тексерейік, багажын шығарамыз. Маған егерде айтқан болатын, жоғарыдан бір команда келген, егерде оружие, автомат бір нәрсе көріп қалатын болсаң, конфисковать ету керек. Маған керек, бұл менің лекарством дейді. Басты ауыртпаш. Ары қарай өтуің үшін сен тапсыруыңа тура келеді. Асқабақ саған не үшін, брат? Апа, не үшін саған? Асқабақ. Зомбиден қашып жүрген кезде не үшін саған? Сумкаңа не үшін салып алғансың? Түсініксіз. Мүмкін жолда қарным ашады деп ойладым екен. Жақсы, багажыңызда бәрі нормально. Көзіңізді бір тексерем, көзіңіз идеальны. Қызарған, сарғайған еш жері жоқ екен. Так, саусақ бармақтардан тістемеген екен. Артқы жағыңызды тексерейін. Күлімдеп тұрыңыз. Шортикпен келгеніне қарағанда стопудово өзіне уверен сияқты. Так, сіздің деніңіз... Ёп, твою мать, мен случайно... Бірақ зараженный ма мынау? Сен, қаз, далпан, сучка, кореянка ебаная. Сен зараженныйсың ба? Мен сені выжившийларға кіргізейін деп тұрмын ғой, қаз. Сонда оның алдындағы адам не болды? Алдындағы адам не болды? Алдындағы адам кіргіз жібердім ғой мен. Мынау қалай зараженный? Түсініксіз. Достар, маған багажды түсініксіз. Так, сендер... Карантиндегілер, сендер кішкене бір күн бола тұрыңдар осы жерде. Ертең сендердің симптомдарын тексеретін болам. Міндетті түрде мен пока что бүгінге жұмыс біткен сияқты. Барып мен жаңағы болған қорқынышты түс сияқты ұмытып қалайын мен. Жаңағын. Ұйықтаймыз. Бля, зараженный, прикинь. Зараженный жүрін, прикинь. Гной в глазах. Гной в глазах, дейді, көзі нормально болды ғой мынаның. Гной в носу. Нос тоже нормально. А чё? Текстура дұрыс загрузить етілмей қалды майлы. Ондай болу мүмкін емес. Зеленая кожа. Кожа сынап нормальная. Ёп твою мать, жаңа айттым ғой, дәл айттым, прикинь.